Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Биыл қазақтың көрнекті ақыны, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың туылғанына 180 жыл. Осыған орай Жаңақорған аудандық сотының мамандары болып, Абайдың шығармашылығын дәріптеу мақсатында челленджімізді бастаймыз. Челленджіміздің негізгі мақсаты болып, өзім қол жеткізе алмадым, әрі қарай сендердің кезектерің деген жастарға үндеуі. Түбінде баянды еңбек егін салған, жасынан оқып білім алған, би болған болыс болған өнер емес, еңбектің бұдан өзге бәрі жалған. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол туғанға жарасар. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса елге дәулет құра алмаған, күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір ауадан. Адамның кейбір кездері көңіліңе алаң басылса, Тәңіріңнің берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойда бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын бел буып, алды артына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы мен жаманды да айырмадың, бірі қан, бірі май болып екі ұртың. Қазақтың көрнекті ақыны Абай Құнанбаевтың шығармашылығына деген челленджімізді қорытындылай келе, әрмен қарай Қызылорда облысы Қармақшы аудандық сотына жолдаймыз.